Сәлем достар, мен сіздерге бүгін мынадай балаклава шапкасының тоқылу жолын көрсететін боламын. Мінекей осындай шапканың тоқылуын көрсететін боламын қазір сіздерге. Ол үшін бізге Ализе пуфи жеу керек болады. Балаңыздың басының өлшемін өлшеп, соған қарай петля санап аламыз. Мен 3 жасар балама тоқып жатырмын, сол үшін мен 28 петля санап аламын. 3, 28 петля санап алдым. Енді осы қаттан бастап тоқимыз. Міне екінші жұмыс петлясын кезекпе-кезек өткізіп шығамыз. Бірінші қатарды жай осылай біріктіріп шығамыз. Әр петляны кезек-кезек өткізіп шығамыз. Петляларымыз айналып кетпеу үшін қадағалап отырыңыздар. Жиырма 28 петляны осылай өткізіп шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Дайын петляларды бір-бірімен біріктіріп өткізіп шығасыздар. Соңына дейін өткізіп шығамыз. Арасында петля қалып кетпесін. 28 петляны толық өткізіп шығамыз өстіп. Петляларыңызды тартып қойыңыздар. Мінекей бірінші қатарымыз аяқталды. Екінші қатарда біз осы нені дөңгелектейміз. Мінекей. Дөңгелектеп біріктіреміз. Ортасы айналып кетпеу үшін қарап дөңгелектеп екі жақта айналдырып қайттан біріктіреміз. Осылай соңына дейін біріктіреміз. Мен екінші қатарды айналдырып тоқып келдім. Міне жаңа қосылған жері. Ары қарай үшінші қатарды тура осыдан жалғастырып тоқып кете береміз. Ешқандай ештеңе не істемей, спираль сияқты жалғастырып тоқып кете береміз. Кезекпе-кезек петляларды жалғастырып тоқып кетесіздер. Ал мына жер осылай қалады. Соңында мына бірінші қатарды біріктіріп байлап тастаймыз. Қазірше осылай тұрған дұрыс, өйткені біз қай жерінен қосылғанын біліп отыру үшін. Ары қарай осылай айналдырып мен 8 қатар тоқимын. 8 қатар тоқимын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, мен 8 қатар тоқимын. Егер ол үлкен болып кетеді десеңіздер, 6 қатармен де 6 қатар тоқсаңыздар да болады. Мен мойын жағы ұзындау болу үшін 8 қатар тоқыдым. Осылай
8 қатар тоқып шығамыз. Мен мінекей оны дайындап қойғанмын. Міне. Осылай 8 қатар тоқып шығамыз. Міне қосылған жері. Ары қарай не істейміз? Ары қарай енді мына жерді, көзінің ашық тұратын жерін жасаймыз. Ол үшін міне 8 соңғы қатардан бітірдім. Енді ары қарай мен 7 қатар петляларыңыз айналып кетпеу үшін қарап істеңіздер. Мен мынадағы 7 қатарды біріктірем. Астыңғы жағын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші қатарға міне петляны өткізіп қойдым. Кішкентай болатын сияқты маған. Мінекей 7 қатар болатын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осының тура жоғарғы жағынан 7 петля тастап кетесіздер. 1, 2, 6 петля тастап кетемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өйткені біз мына 7-ші петлядан арғай тоқып кетеміз ғой. 8-ші петлядан бастап кетеміз. Сол үшін мына жерге 7 петля тастап кетеміз. Міне тура жоғарғы жағынан 7 петля тастап, 8-ші петлямен арғай жалғастырып тоқисыздар міне. Тура жаңағыдай, басында бастағандағыдай айналдырып тоқып шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Оп-оңай. Кез келген түсте, кез келген үлкен қыз балдарға или ұлдарға тоқитын болсаңыздар, онда петля санын көбейтіп аласыздар. Мысалы үшін 30 басының өлшеміне қарай өлшеп үлкендеу қылып аласыздар. Менікі ол детский шапка болғандықтан мен бірақ басына кеңдеу болып тұрғаны қаладым, сол үшін 28 петля қылып алдым. Міне айналдырып тоқып келдім. Міне ары қарай міне осыны жалғастырып тоқып кете бересіздер. Көздің тесігін осылай алып қаламыз міне. Тоқып бастаған, жоғарғы жағын тоқыған кезде петляларыңызды бір санап алыңыздар. Петля қалып кетуі осыны неге алған кезде, или артық болып кетуі мүмкін. Артық болып кетсе, басының жоғарғы жағы үлкен болып кетеді размері. Сол үшін петляны бір санап алыңыздар. Осылай мен 3 қатар тоқимын қазір. Қазір бізде мына жерде санағанда міне 1-ші қатар, осы маңдайынан санап 3 қатар тоқимын. Стопқа қойып тоқып алайын, сосын ары қарай не істейтінін көрсетемін. Мінекей мен 3 қатарды тоқып шықтым. Міне соңғы мына басталған жердегі нені қатарға келдім міне. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай енді шапкамыздың жоғарғы жағын қысқартамыз. Ол үшін мінекей 2 петлядан 1 петля шығарамыз. Әр 2 петлядан осылай 1 петля шығарып, бас киіміміздің жоғарғы жағын шығарамыз міне. Айналдырып осылай біріктіріп шығамыз. Мінекей осылай біріктіріп шығамыз. Мына жерде жіп қалып кетті. Қазір мен осы жерін жөндеп жүрейін.
Мінекей мен бірінші қатарды айналдырып біріктіріп шықтым. Жаңа қалып кеткен жібімді сол жерге дейін сөгіп, қайтадан тоқыдым. Міне бірінші қатарды айналдырып біріктіріп шықтым. Міне қабағымыздың жоғары жағы қысқарып келе жатыр. Екінші қатарда не істейміз? Екінші қатарда да тура мына бастаған жерімізден дәл жаңағыдай қысқартып шығамыз. Мінекей бірінші жіпті екінші жіптің үстіне қойып жұмыс петлясын өткіземіз. Кезекпе кезек бірінші жіпті екінші жіптің үстіне қоямыз, өткіземіз. Бірінші қатардан 14 жіп шықты, екінші қатардан 7 жіп шығу керек. Шығып кеткендерін дұрыстап өткізіп алып отырыңыздар. Мінекей осылай екінші қатарды біріктіріп шығамыз. Осы бір балаклаваға мінекей бір моток жіп кетеді. Менде бір моток жіп кетті осы балаклаваға. Мінекей айналдырып келдім. Менде міне 7 жіп қалды. Үшінші қатарды да біріктіремін осылай. Екеу, үшеу болды. Міне. Ары қарай не істейміз? Ары қарай теріс бетіне аударамыз. Мына жерде 4 жіпті тура осылай арғы бетке өткіземіз. Артық жіппен бірге. Осы жағынан біріктірген ыңғайлы болады, өйткені ішкі бетіне аудардық. 4 жіп. Мына басталған жағына қарай, басталған соңғы петлядан осы петляны осы 4 жіптен өткізіп шығамыз. Сөйтеміз. Мына жерде қазір арасына шойып, мына жерде біріктіріп байлаймыз. Жаңа соңғы петлямен біріктіріп байлап, артық жерін қарқалап тастаймыз. Мінекей. Міне біздің балаклавамыз шықты. Ал мына қосылған жердегі несінде екі ашық тұрған жерді бір-бірімен біріктіріп байлап тастаймыз. Артық жіпті қырқып алып тастаңыздар. Ашылып кетпеу үшін осы бір-екі петляға біріктіріп байлап тастаңыздар. Мінекей біздің балаклавамыз дайын болды. Келесі сабақта мен сіздерге құлақшасын, қоянның құлақшасын тоқуды көрсететін боламын. Егер шапка ұнаған болса, комментарияға ойларыңызды жазып, лайк басып кетіңіздер. Рахмет.